сен ынжықсың Айтуған. Бұдан басқа қандай теңеу айтуға болады саған? Әкем жасы келген кәрі адам. Бүгін айтады, ертең өзгереді. Сол үшін неменеге ашуланасың? Қалай ашуланбаймын? Қарсы тұрмайсың ба сен? Айтпайсың ба бәрін? Біздің бақытымыз үшін бір сөз де айтқан жоқсың ғой сен? Айттым ғой, мен айттым. Сен қорқақсың Айтуған, сен қорқақсың. Не сөйлеп тұрсың сен? Мені бүгін таныған адам сияқты сөйлеп тұрсың ғой? Мен сені танымай жүрмін, өзгеріп кеттің сен. Өзгерген ештеңе жоқ. Өзгермейді. Мен өз өмірімді ойынға айналдыратын жігіт емеспін. Ренжісең де айтайын, ана сенің әкең ал жиын деген екен. Не оттап тұрсың, Не сөз мынау? Менің әкем туралы үйтіп айтуға қақың жоқ. Бар, айтамын. Айтуған менің өз өмірімді қорғағым келеді. Сенің әкең ертең әлі бар, құртады бәрін. 21 ғасырда әмеңгерлік деген не сұмдық ол? Жап аузыңды. Сенің осындай ынжық екеніңді білгенде саған жоламаушы едім. Менің әкем ескіше ойлайды. Оны жазғырып қажет жоқ. Әмеңгерлік ол үшін ескірмеген салт. Сөйлеме болды, жолама маған бұдан кейін. Тоғжан. Сен қорқақсың. Сен... Кешір шаға. Айтпақшы әке, мен Әлияға көлік әперем. Өз жүргізіп үйренеді. Ой, аға, қайтесің? Онсыз да көше көлік жүргізген әйелге толып кетті. Бағдаршамда тұрсаң қанды қарайтады. Жасыл жанып тұрса да жүрмейді. Неге? Боянып отырады. Артынан 100 деген көлік пепелдетіп жатса да бәрібір. Еріндерін бояп отырады. Қалай жүрмейсің? Ой, менің Әлиям ондай емес. Үйреніп алса, еркектерден артық жүргізеді. Теңге, негізі бар ғой, мен сіздің көлік жүргізгеніңізге қарсымын. Айдар ағам қой мен. Ертең мойныңа мініп алады. Баланы мектеп көзің апарасын, көресің әлі. Сен менің бүкіл құпиямды ашып отырғаның не? Әке, бұрынғының әйелдері қандай еді? Айтуған ай. 70-тен асқан мына мені сөйлетіп қойып, мазақ еттің келеді сенің, Айтуған, көп сөйлемей тамағыңды іш. Сосын баланы мектептен алып келді. Түс болып қалды. Мен бір құжаттарға қол қойды ұмытып кеттім. Кеңсеге барып қайтайын. Жарайды. Кенже бала, асықпай шайыңды ішіп ал. Бәрін үлгересің. Қалай үлгересің? Бала кезде мен ылғи ұратын. Бүгін де сөйтіп жүрсе, одан да барайын. Айтуған, әлі бала сияқты. Бала десең, бала болып жүре береді. Әйел алатын жастың асты ғой. Айдар, Кенже баланың ұнатып жүрген қызы бар? Қой, бір той жақындады деш? Айтуғанның үйленгенін көріп кетсем арманым жоқ. Ту әке, дастарханда отырып алып, ана жаққа асығатыныңыз не осы? Менің ұлымды кім үйлендіреді? Балам-ай, асығайын деп асығат дейсің бе? Әлгі кемпірімді сағынам. Қой, болды, бар, жұмысқа бар. Маған алаңдама. Үйде Әлия бар ғой. Бар. Әке, терезеде отырған қандай құс? Терезеде. Атан оят емес пе? Қайдан құс? Ұшып кетті, ұшып кетті. Сүттей ұйыған тату әулеттің енді бір ғана арманы бар еді. Ол үйдің кенжесі Айтуғанды үйлендіру. Боранбай ақсақалдың қуанышқа толы жүрегі іштей өзіне жақсы келін кездескенін тілеп жүреді. Бір анығы, бақыт құсы бұл әулеттің шаңырағын ешқашан тастап кетпейтіндей еді.
Ту, Айдар, неге киімің лақтырасың? Ілік қою керек қой. Сен барсың ғой. Сонда мен не? Киім ілгізу үшін ғана алдың ба не? Жоға, әкеш өзімден. Жарайды, біз мағылем. Не бірден ашуланып шығасың? Саған ба? Мен саған ашулана алмаймын ғой жан. Келші бер. Үй, атаңа ұят емес пе? Әлия, Ау, Айтуған ұнатқан қызын үйге келіп таныстыра ма? келесі апталы келіп таныстырады. Әлия, ол қызды сен жақсылап сынап тексеріп көрші. Біздің ана аңқаудың жақсы қыз тауып алатынына сену қиын. Ол үлкен жігіт болды ғой. Біле білсең, менің кенже қайнымның артынан көп қыздар жүгіреді. Кімнің? Аңқаудың ба? Иә, менің аңқау қайнымның артынан. Әлия, мен адам тани білмеймін, білесің ғой. Шын айтам. Біздің Айтуған жақсы ибалы қызға үйленгенін қалаймын. Оның тапқан қызы тура сен сияқты жұмсақ мінезді болса, жақсы болар еді. Оның қызы саған ұнаса, біздің әулетке де ұнайды деген сөз. Ту, мен қандай жақсы әйелмін, а? Ой, мақтаншақ. Ал ұйықтайық. Мен барып жуынып келейін. Сен жата бер. Жарайды. Айдар, не болды? Ой, осылар адам сияқты дем алткызбайды адамды. Не жұмысқа шақырып жатыр ма? Иә, жылдан барып келем. Айдар, кеше жаңбыр жауып еді, жол тайғақ. Абайлап жүрші, жарай ма? Жақсы жарайды, ұлға ұйықта деп айт. Отырмасын түнім ой компьютерде. Жарайды. Әлия, Ау, мен сені сағынадым. мен де сені сағынам. Айтуған, мен сені қызғанам. Кімнен? Мысалы, ана қыз саған қарай береді. Қойшы, ол маған емес қасындағы жігітке қарап тұр ғой. Рахмет, жүрегімді орнына түсірдің. Айтпақшы, кеше үйдегілердің барлығы үйлен деп қоймады. Сен мен таныстырам дедім. Қашан? Ертең? Әкеммен, жеңгеммен, ағаммен. Қызықсың Айтуған, маған дайындалу керек қой. Үлгересің. Сосын Тоғжан, ең бастысы жеңгемен ойнауға тырыс, иә? Біздің үйде жеңгем сөз өтеді. Қызық екен. Келінін тыңдай ма сонда? Ой, менің жеңгем керемет қой. Сұлу ғой. Жаным қалдыр, баламның жанын қалдыр. Жаратқан ием жаным қалдыр. Жаным қалдыр. Айдар, жол тайғақ. Ақырын жүр дедім ғой. Айдар. Ей, доктор. Өлтір сен, қайтып өлтір. Тіріме. Айтыңызшы. Айдар, тірі мен. Айтыңызшы.
қолымдан ең көреді. Неге Айдар? Ата, неге Айдар? Кешір балам. Кешір екен. Мен не істей аламын? Әке. Сенге. Айдар. Айдар. Кеше бала. Кеше бала. Айдар жоқ енді, кеше бала. Біздің әулетте қандай өштерің бар? Өлігін көретін не жастықпыз? Әлияның жүрегімен бірге Боранбай ақсақалдың жылдар қатайтып тастаған қызыр мінезі де құмдай күтіліп жатты. Осы бір оң мен солдың ауысқан өл ара шағында Айдардың мезгілсіз қазасы татулығы мықты тағы бір от басына бұлт үйірді. Мама, әкем енді келмей ме? Келмейді балам. Әкең енді келмейді. Маған өз әкем керек, мама. Балам, маған да керек балам. Балам, сен ештеңеден қорықпа. Сенің Айтуған деген ағаң бар, балам. Сен қорықпа. Өзін үлкен әулеттің еркесіндей сезінетін Айтуған соңғы 2 күннің ішінде өзінің қаншалық есейіп кеткенін сезінгендей еді. Айдардың арқасында ештеңеге бас ауыртпайтын күндердің артта қалғанын, енді өзінің иығына қандай салмақтың түсетінін ол іштей болжап бара жатты. Жеңге, Ау, дарынды ойнатып келейін. Далаға шықпай жүр ғой. Біраз көңіл көтеріп қалсын. жарайды. Сіз де бірмен жүресеңізші. Осылай отыра бересіз бе? Ой, кенже бала, мен әурелемей қойыңдаршы. Артық ештеңе айтқаным жоқ қой. Тек таза ауа ойды арылтады. Атам не ойлайды? Өзім түсіндіріп айтамын. Ол да біраз сенің серіп қайтқаныңды қалайды ғой. Жарайды. Дарын үшін барайын. Дарын қайда өзі? Бөлмесінде. Тамақ ішуге де келген жоқ. Мен о Дарынға барып келейін. Асықпай шайыңызды ішіп алыңыз. Жарайды. Қараш жеңге, Дарын ойнап жүр. Иә, біраз нәрсені ұмытқан сияқты. Ерке бала, Ау. мен саған ризамын. Саған көп-көп рахмет. О, Тоғжан, келдің бе? Қалың қалай? Отыр. Міне біз қыдырып жүрміз. Көңіл күйің жоқ қой. Жай, білмеймін. Ай, аяғым! Дарын не болды? Қай жеріңді ауырттың? Ауырған жоқ башқа жерің? Абайламадың ба? Қай жеріңді ауыртып алдың? Аяғынды ма? Жеңге, сіз Тоғжанның қасына бара беріңіз, мен қазір. Жарайды. Қане, ауырып қалды ма? Тоғжан, қалайсың? Жаман емес.
Өздеріңіз ұзақ уақыт өтпей жатып саябақта қыдыратын болғансыздар ма? Иә, Дарын біраз сергіп қайтсын деп ойладық. Кейін өзіміздің баламыз болғанда дәл осылай қыдыратын боламыз. Әрине, Тоғжан, әрине. Қызық, аталарыңыз ренжіген жоқ па? Сіздер саябақта жүрсіздер. Дарын, балам бергілей қойшы. Ой, жеңге, мен сіздерді таныстырматтым да ғой Тоғжанмен. Жоқ, мен таныстым. Мен Дарынға барайын. Өзің айтқандай жеңгеңе ұнауға тырыстым. Қалай екен? Кәдімгі жесір қалған әйел. Жесір қалса да жерде қалған жоқ. Құдайға шүкір біз бармыз. Айтуған, өзіміз кеше қыдырайықшы. Жоқ. Ағам жол өтпей қайдағы қыдыру? Не бопты? Кеше ғана күйеу өлсе де қыдырып жүр ғой жеңгең. Мен оларды алып шыққан. Соған да менің жетпей ме? Неменеге ашуланасың? Жеңгеңнің көңілін аулаймын деп, маған уақыт бөлуді қойдың. Саған бір айттым, екі айттым, қою керек қой ондайды. Қайта-қайта айта берем ба? Айта бересің сен құр бәрін. Қарағайдың тік бұтағында иілмейтін бір беткей Тоғжанның жібімес жүрегі Айтуғанды бұл жолы тағы да түсінбеген еді. Оның бар ойы өзінен мәртебесі жоғары Әлияны мұқату болған. Соңғы кезде Айтуған маған мүлде көңіл бөлмей жүр. Неге? Сен дегенде өліп қала жазылаушы еді ғой. Білмеймін. Той туралы да айтпайды. Тек жеңгесінің ғана қамын ойлайды ол. Қалай жеңгесінің? Білмеймін, осы Айтуғанға маған үйленгісі келмей жүрген сияқты. Жоқ, Айтуған сөз берсе қашпайды. Жалпы ол өте әділ жігіт. Ал оның марқұм ағасы Айдар. Кішкене өзінікін жібермейтін қолау жігіт еді. Динара, ақылыңды айтшы маған. Әлде кеш болмай тұрғанда басқа жігіт тауып алайын ба? Ту, қайдағын айтпашы. Шешімге келдім, кемпір. Айдардың шаңырағын құлағанын қаламаймын. Қайтсем де ұстап қаламын. Айдарды жылдан соң Айтуған мен Әлияны қосамын. О, кемпір бала жетіміз өссін. Иә. Әлия мен Айтуғанды қосамын. Айтуған Әлияның әмеңгері ғой. Айдардың шаңырағының отын өшірмеймін. Иә, кемпір. Солай шештім. Боранбай ақсақалдың осындай ойға барарын Әлия сезбеген еді. Ал мына естіген сөзі оның онсыз да орамдалған ойларын онға бөліп, бұлыңғыр бір әлемге әкетіп бара жатқандай еді. Менен неге сұрамайды? Бұл қалай болғаны? Айдар, мен енді не істеймін? Айдар.
отыршы балам. Анау Әлия естімесін деп мен сені жеке алып шықтым балам. Көптен бері не айта алмай жүрсіз, әке? Ей балам ай. Өлгеннің артынан өлмек жоқ балам. Айдар жоқ. Міне жылды өтті. Ана жанұясын не істейміз? Иә, әке. Соны ойлап соңғы кезде басым қатыр жүр. Ойлансаң тыңда балам. Сол шаңыраққа сен ие бол. Әрине, Айдардың баласы менің балам ғой. Жоқ, балам, түсінбедің. Сол шаңырақтың тірегі иесі бол деймін балам. Түсінбедім. Мен сені Әлиямен қосамын. Әменгерлік салты бойынша. Не? Бұлай болмайды, әке. Менің үйленейін деп жүрген қызым бар. Айдар бұлай болмағанда әлде қашан үйленген болар еді. Жеңгесін алған не деген сұмдық бұл? Ей, балам ай, маған айтуға жеңіл дейсің осыны. Ана бала жетім өспесін. Әлия осы шаңырақтан ешқайда кетпесін. Ей, Айдармен бастаған өмір жолын мына сенімен аяқтаса несі айып? Әке, бұдан кейін бұл сөзіңізді естімейтін болайын. Айтуған үшін әкесінің бұл үкімі өлім жазасымен барабар еді. Ол тіпті осы әңгіменің өз әулетінде қозғалғанына сене алмай тұрды. Әлия, бері келші. Жаныма отыршы балам. Балам, саған қанша ауыр десе де, сенен бір тілегім бар. Ата, сіздің не айтқыңыз кеп отқанды мен білем. Егер менің еш күші жоқ, ойым бірдеңе шешсе, айтайын. Мен қарсымын. Осылай деріңді біліп едім. Әлия, сен ақылды қызсың ғой. Айтуған мен өзім сөйлесемін. Сен жақсылап ойлан, балам. Екеуің бас қоссаңдар. Айдардың да әруағы риза болар еді, балам. Ата, олай болмайды ғой. Болмайды. Әлия, маған сенен артық келіннің айналайын керегі жоқ. Барып ойнай ғой, Кенше баламен қосыл дейді. Үнемі еркелеп, қиналсам, жан ашып жүрген ең жақын қайным мен. Мынау қызық екен. Тіпті не дерімді білмеймін. Әменгерлік деген әбден тозық шыққан салт дәстүрге оралған үшін атама да өкпелімін. Не істесем екен? Кетіп қалсам қайтеді? Қайда кетесің, жаным ау? Атама да қарсы шыға алмаймын. Енді бұндай жағдайда саған ақыл айта алмаймын. Өзің білесің, ортамызда ең ақыл жан өзіңсің. Өзің шеш.
Алайда сен қандай шешім қабылдасаң да мен сені құптаймын. Білесің ғой, құрбым. Кенже бала, сен атаммен сөйлестің бе? Иә. Сіз оның сөзіне мән бермеңіз. Өзім түсіндіріп айтам. Әкем қателесіп жүр. Осындай күйге жетеміз деп кім ойлаған? Әкемнің сөзі мөрдің оғындай ғой. Айтқанда түйреп айтады өз. О, Батыр, келдің бе? Иә, біраз ойнап келдім. Ой, жігіт. Айтуған аға, мұғалім кеше жиналысқа әкелеріңмен келіңдер деді. Сіз менің әкем болып барасыз ба? Әрине барам. Әкең де ағаң да болып барам, жүре ме? О, мен онда достарым айтайын. Қазір келемін. Кенже бала, мен көп ойланып шештім. Сен атаммен сөйлеспей ақ қой. Мен кетем. Әке шешемнің үйіне барам. Алдарын қалаған уақытында келіп тұрады. Бұл ақылды келіннің соңғы сөзі еді. Күндер зымырап, айлар айналып жатты. Боранбайдың бақуатты отбасы берекесі қашқан лашықтың кейпіне еніп үлгерген болатын. Екі еркектің ешкімге ұқсамайтын тағдыры кең сарайда үйде әлиясыз тіршілік кешуге үйрен алмай-ақ қойған еді. Ауыл болса жарайды. Қалада тұрып, әмеңгелік салт деген не сұмдық ол? Ата-бабадан келе жатқан дәстүр ол. Осы сенің әкеңнің ойлап таппайтыны жоқ екен. Сен өзі еркексің ба? Адам деген өз ойын дәлелдей білу керек қой. Басым қатты. Басым қатып кетті дейді ғой. Жеңген қуанып жүрген шығар, жесір қалмайтынын біліп. Мен саған түсіндіріп айттым ғой. Күте тұрайық деп. Не деген қатыгез адам едің, а? Мен қатыгез емеспін. Мен өз өмірімді қорғау үшін жүрмін. Өз өмірімді арашалап жүрмін. Арашалайтында не жаудың қолында қалып бе? Енді бұны қалай түсінуге болады, а? Туған ағаңның неке төсегін бөліскен жеңгеңмен қалай үйленбексің? Қой дедім ғой мен саған. Осынша уақыт бойы не үшін мені алдап келдің? Айтшы соны. Бар шүйіңе. Өзім хабарласам. Сен маған бүгін қол көтердің. Қайдағы бір ескірген салт үшін маған қол көтердің. Ей, сен білмей отырсаңшы. Әке, мен биыл үйленбеймін. Жақсы келін болмайды ана қыз сізге. Жетсіпсің. Ой, ана қыз, Тоғжан, жақсы келін болмайды сізге. Оны өзім де білгем. Сен мені тыңдамадың ғой. Әлиядан жақсы адам жоқ еді. Әке, сіздің о бастан не айтқаныңызды енді түсініп отырмын. Иә, егер сен мені о баста тыңдағанда, Әлия ешқайда кетпейтін еді. Енді отырсын мынау. Немеремді көре алмай. Ойланайыншы әке, қайткенмен де жеңгем ғой. Жеңгенді әйел. Оның да жүрегі бар. Жақсы әйел. Ыстық ұясын қандай жағдайда да тастамайды. Мен
өмір көргенмін балам. Әлия сенің бақытыңда жады. Сенің шыдамайтынды білген едім. Қалдарың қалай, Әлия? Алия, неге жеңге емес? Мен жұмыс іздеп жүрмін. Әлі тапқаным жоқ. Сендердің қиналғандарыңды көргім келмейді, Әлия. Менімен бірге жүрейік. Әкем екеуміз тірі тұрғанда таршылық көрмейсіңдер. Әкем сені не үшін жібергісі келмеген енді түсінді. Сен кетіп едің. Үй қаңырап қалды. Дарындыра сағындық. Қайтайық шек, Әлия. Ой, бұзық. Қалың қалай? Жақсы, аға, мен сізді сағындым. Мен де сені сағындым, жаным. Сенсіз ұйқымыз тыныш болмады ғой біздің, кел бетті кіл. Өйт жанымсың. Үйге қайтайық па? Иә. Кеттік. Бұл оқиға басқаша аяқталуы да мүмкін еді. Егер Әлияның орнында басқа келін болса. Бірақ өзінен гөрі әулеттің мәртебесін көбірек ойлайтын ақылды келіннің болашаққа арнаған асқақ армандары бар еді. Оған сіздер куәсіздер.